Қайырлы күн, бүгін сіздермен меренгалы апельсин пирогын пісіреміз. Керекті заттар: қамыр үшін жұмыртқа, ұн, сары май, сахар, ванилин және разрыхтель керек болады. Ал начинкасы үшін сметана, сахар, сахарный пудра, творог, творожный сыр және апельсин керек болады. Іске сәт: алдымен ыдысқа ұнды саламыз және холодильниктен шыққан салқын сары майды терканың көмегімен өткіземіз. Теркадан оңай өту үшін ұнға ұнатып отырамыз. Ал енді ұн мен сары майды біріктіреміз. Ұн мен сары май жақсы араласты бір-бірімен. Енді апельсинді бөліп, 20 грамм апельсин сокын аламыз. 20 грамм сок алу үшін апельсиннің жартысы жеткілікті. Енді 2 жұмыртқа сарысына апельсин сокын және сахарды салып, жақсылап араластырамыз. ұн мен сары майымызға ванилинді және разрыхтельді салып, кішкене араластырамыз. Және де сұйық массаны салып, қамырды біріктіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай жұмсақ және хош иісті қамыр пайда болды. Енді ауа кірмейтіндей етіп бұрап, холодильникте қалдырамыз. Арадан кем дегенде 10 минут өткеннен кейін қамырды шығарып, кішкене ұн сеуіп, оқтаудың көмегімен жайып аламыз. Қамырымыздың кеңдігі формаға сәйкес келуі керек. Ал форманың диаметрі 26 см. Енді қамырымызды формаға саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай жақсылап орналастырамыз. Айналасын тегістейміз саусағымыздың көмегімен. Және де начинкасын дайындағанға дейін қамырды холодильникте қалдырамыз. Начинкасы үшін алдымен бір апельсиннің цедрасын аламыз. Цедра ол апельсиннің қабығының ақ жеріне жетпейтін қабығы. Тек қана оранжевый қабаты. Цедрамыз дайын. Енді алдымен таразының көмегімен өлшеп алған 200 грамм апельсинді блендердің көмегімен езіп аламыз. Көріп тұрғандарыңыздай толықтай езілді. Бөлек бір ыдысқа творогты саламыз. Творожный сырды саламыз. Сахарды, сметана, кукурузный крахмал, 3 жұмыртқа және апельсин еспесін салып, жақсылап араластырамыз блендердің көмегімен. Барлығы толық езілгенге дейін араластырамыз. Тұрғандарыңызда барлығы жақсы араласты. Енді алдын ала дайындаған апельсин цедрасын салып, тағы да араластырамыз. Осы жерде мандаринді тазалап салуға болады. Начинкасына холодильниктен қамырымызды шығарып, вилканың көмегімен тесіктер жасаймыз. Начинканы саламыз. Алдын ала 180 градуста қыздырылған духовкада 30 минут пісіреміз.
Пирогымыз піскенге дейін меренгасын жасаймыз. Ол үшін 3 жұмыртқа ағын ыдысқа салып, кішкене көпіршігенге дейін араластырамыз. Көпіршіктер пайда бола бастаған сәттен бастап сахарды бөліп салып, миксердің көмегімен араластырамыз. Кішкене араластырғаннан кейін сахарная пудраны салып, тағы да араластырамыз. Шамамен 2 минут көтергенде формасын ұстайтындай дәрежеге жеткенге дейін араластырамыз. Одан кейін 20 грамм апельсин сығындысын салып, тағы да формасын ұстайтындай жағдайға жеткенге дейін араластырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай жақсылап араласты. Енді крахмалды саламыз, тағы да араластырамыз. Өте жақсы араласты. Енді 30 минут өткеннен кейін духовкадан пирогты шығарамыз. Және үстіне меренганы толықтай орналастырамыз. Көріп тұрғандарыңыздай меренганы толықтай пирогтың үстіне орналастырамыз. Қасықтың көмегімен жеңіл түрде, аса қатты баспай орналастырыңыз. Қаласаңыз формаға толықтай тигізіп орналастыруға болады. Қасықтың көмегімен тегістеп шығамыз. Түрлі форма жасауға болады. Мен осы жолы толқын пішінін жасадым. Алдын ала 180 градуста қыздырылған духовкаға қайтадан саламыз. 10 минут беті осылай қызарғанға дейін ұстаймыз. Ыстық кезінде формадан шығаруға немесе кесуге болмайды. Кем дегенде 2 сағат салқын жерде қалдырыңыз. Мен 1 түн қалдырдым. Суығаннан кейін біраз меренгалар тартылады, төмен түседі, уайымдамаңыз, солай болу керек. Меренганың үстінде тамшылар осылай өздігінен пайда болады, өте әдемі. Өткір пышақтың көмегімен кесеміз. Дәл осы пирогты еш жерден таба алмайсыз. Бұл менің авторлық рецептім. Көріп тұрғандарыңыздай өте әдемі көрініске ие. Дәмі деген вообще супер. Өз қалауымша сәндеуге болады. Мен сахарная пудраның көмегімен сәндедім. Көріп тұрғандарыңыздай өте нәзік көрініске ие. Міндетті түрде жасап көріңіз. Келесі видеода жолыққанша сау болыңыз.